Баршаңызға қайырлы күн. Біз сіздермен бүгін талқаннан жент жасайтын боламыз. Бізге бұл үшін талқан керек, сары керек, құмшекер керек. Осының барлығын бірге араластырып, қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен 82% сары май пайдаландым. Ал сіз қолдың сары майын пайдалансаңыз тіптен керемет болады. Мен мінекей осылай екі түрлі форма пайдаландым. Осыған формаларға барлығын салып шығамыз көздің мөлшерімен, біркелкі массаменен. Бұл жерде форма болмаса қорқынышты емес, кәдімгі құрт жасайтындай етіп, сопақша етіп, домалақ етіп жасасаңыз да өзіңіз фантазияңызға байланысты. Және де формаға салып, оны жарты сағат тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Одан көбірек тұрса да ештеңе етпейді. Тоңазытқыштан алғаннан кейін мінекей осылай әдемі жабыспайтын, әдемі дәмді жент болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, қоңырау белгісін басып қойыңыздар, сонда келесі видеоны жоғалтпайсыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Мінекей әдемі болып осылай жент шықты.